Асыл намаз оқиды дегенде таң қалдым. Себебі аяқ-қолы балғадай талай зімдіктей жігіттер әрнені сылтауратып, Алла бұйырған парыздан бас тартады. Ал енді бірі болмашы сырқатының себебінен бұл мәселеге атүсті қарайды. Намазды тек зейнетке шығып, іші пысқан адамның ермегі деп түсінеді. Аяқ-қол істен шығып, тіпті денесімен оңды солға бұрыла алмаса да, асыл Алла берген күш-қуатының арқасында құлшылығына бейғамды танытпайды, намаз оқиды. Тіпті осынау дерттен сылтау тауып әлек болмайды. Қамшының сабындай жалған фәниді жалпағынан басу емес, құлшылығын кемелдендіру оның мақсаты. Мен мақсатым ажыңы қылу. 12 жасында кісі оқып яғынан қазақ әшілетін жатағын жүрмесе де жанында бола берсін.